Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай мастикамен жұмыс жасайтын боламыз. Осындай тортқа оформление жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Мастика қатты болады, сондықтан сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Егер де мастиканы жұмсарту керек болса, 1 килограмм мастика немесе жарты килограмм мастиканы микроволновкаге 10-15 секундқа қойыңыздар, одан көп емес. Сонда икемге келіп тез жұмсаратын болады. Одан артық қойып жібермеңіздер, мастикаларыңыз еріп жаман болып кетеді. Сол себепті егер де мастиканы жұмсартуға осыны қолдансаңыздар болады. Мен мастикаларды алдын ала түстерге бояп алдым. Менде белый мастика еді, ақ түс мастика. Қара түске, қызыл түске бояп алдым. Топ декордың красителін қолданамын.
Sonda жақсы жабысады. Ал мастиканы өзін жайғанда немесе жабысып қалып жатқан кезде крахмалмен қолданасыздар. Бұл шапка жасап жатырмын. Ковбойдың. Енді дөңгелек жасайтын боламыз. Дөңгелекті бұл үстінен басып жатқаным, бұл кәдімгі ойыншық машинаның дөңгелегі. Бетіне узор түсіріп алу үшін. Енді шет-шетін пышақтың көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай дөңгелектің пішінін қалыптастырамыз. Бұл менде бисквитный мох. Бұл мохтың рецептісі каналымда бар. Ссылкасын қалдырып кететін боламын описанияға. Шөптің рөлін атқаратын болады. Зубочистка қыстырдым астына. Ұзақ жолға кететін болғандықтан түсіп кетпеу үшін. Бұл үгітілген печеньялар құмның рөлін атқарып тұр. Мастика жолдың узорын салып жатырмын. Мастиканы мен сулап алдым. Сулап жабыстырыңыздар міндетті түрде.
рецептіміз дайын. Сіздер де жасап түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесіде бұдан да жақсы рецепттер салатын боламын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.